Сондай-ақ осы дүниедегі әйелдерге ғибрат беру үшін хор қызынан қабыршықтың ішінде дейді. Алла Тағала алдыда бізді не істеді? Кимешек жаулыққа бүркеніңдер деді қыздарға. Сендер де соларға ұқсассыңдар. Өте қымбат нәрсе бұл. Теңіздің астынан алып өте қымбатқа сатылатын нәрселер ғой бұлар, мысалы, інжулер. Соны Алла Тағала бекер айтып отқан жоқ. Бейне бір қабыршағынан әлі ашылмаған інжулер секілді дейді. Ол деген сондай бір Алла Тағаланың сыйы ер адамдарға. Енді бұл озаттарға айтылды. Біз қазір келеміз, Құдай қаласа келесі сабақта үлгермесек, оңшылдарға айтылмайды хор қызы. Бұларға ашық айтып отыр да. Ол жақта өздеріңдікін жөндеп береміз деп отыр ата. Жалпы. Аятта солай келеді енді. Мына жерде бонус. Сен таза ұстауға тырыстың өзіңді. Алла Тағала бағалайды оны деген. Озаттарға хор қызы дейді міне.